Саламатсыздар ма? Біздің биылғы мектептің педагог ұйымдастырушылары мен аға тәлімгерлеріне арналған білім беру бағдарламамыз Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы номері 92 бұйрығына 7-ші қосымша ретінде девиантты мінез-құлықты мектеп оқушыларының рухани адамгершілік құндылық негізінде тәрбиелеу атты тақырыппенен алынып отыр. Ондағы басты мақсат діни экстремизм топтар ұғымымен экстремистік топтардың белгілерімен таныстыру, ойлау, есте сақтау, зейін, елестету, ұғынғанды талдау қабілетін дамытуға әсер ету, отансүйгіштікті, әділеттілікті, мұқтаждыққа, яғни ақырғы шекке, терроризмге, экстремизмге теріс көзқарастарын ата-аналармен қатар оқушыларға қарсы қалыптастыру, білім беру мекемелерінде діни және ұлттық келісім төзімділігін қамтамасыз ету, оқушылардың, педагогтердің, мектеп қызметкерлерінің, ата-аналардың діни экстремизмге қарсы теориялық білімін жетілдіру. Басты міндетке қойып отырған білім беру мекемелеріндегі дін және ұлттық келісім төзімділігін қамтамасыз ету, оқушылардың, педагогтердің, мектеп қызметкерлерінің, ата-аналардың діни экстремизмге қарсы теориялық білімдерін жетілдіру, оқушылардың діни экстремизмнен қорғану сенімділігін тәрбиелеу. Діни экстремизмнің басты қозғаушы күші, яғни мәйегі болып отырған секта, латын сөзінен, секта сөзінен алғашқыда ол екі мағынада қолданылды. Біріншісі бір заттың бір бөлігі, екінші мағынасында сана образы, оқу дегенді білдіреді. Бұл сөз секара кесіп тастау бүтіннің бөлігі және секой сөзінен түсу, қандай да болсын оқудың артынан, ілімнің соңынан ілесу сөздермен қатар мағыналас. Бұл сөздердің көрініс табу сипатына лайық тоталитарлық секта деген ұғым қолданылды. Демек, секта азаматтарға тек қана өз пікірін таңып мақұлдату, зорлық-зомбылық көрсету, еркінен тыс әрекетпен мүлкін тартып алу, тіпті кісі өміріне қауіп төндіру сияқты істерменен ерекшеленді. Сектаның басты әрекеті терроризм. Латынша террор, қазақша қорқыныш, үрей деген сөз. Яғни саяси мақсатты сылтауратып күш қолдану. Бұл күш қолданудың тағы бір саласы экстремизм термині сөзбе-сөз аударғанда латын тілінен шектен тыс көзқарастар мен әрекеттерді ұстану, қоғамдағы тәртіп пен нормаларды жоққа шығару деген сөз. Қазақстан Республикасының осы шектен шығып бара жатқан іс-әрекеттерді шектеу мақсатында 2005 жыл, 2004 жылдардан бастап Қазақстан Республикасының тіркеудегі тұрған Аль-Каида, Шығыс Түркістандық исламдық қозғалыс, Өзбекстандық исламдық қозғалыс, Күрд халық конгресі, Азбат альянсары, братья мусульмане, Талибан, Бозгүрт, орталық Азиядағы жамағат маджахидтер, барлығымызға да аты таныс болған Хизбут Тахрир, Аум Сөнреке, Шығыс Түркістандағы қозғалыс, Түркістан Ислам партиясы, Джуд Аль-Халифат, Сенім, Білім, Өмір, Таблиғи жамағат, Ислам мемлекеті және сол секілді бірнеше діни ұйымдардың жұмыстарына, үгіт-насихаттарына жоғарғы сот шешімімен қарсы шыққан болатын, тыйым салған болатын. Енді осы дәстүрлі емес діни ағымның ықпалына түскен біздің жасөспірімдердің тұлғасындағы қандай өзгерістерінен байқаймыз. Оның біріншісі жасөспірімдердің сөздеріне өзгерістер енеді. Күнделікті қолданыстағы сөздерді араб терминдерімен ауыстыра бастайды. Әсіресе ахи, уфти, джака, аллахума хайран, жахил, мушрик, мунафиқ, биодат, харам, аузубиллах, астафируллах деген сөздерді өте жиі еститін боласыз. Бұлардың бір қатары діни терминдер болса, ал енді бірі күнделікті қолданыстағы жүрген қарапайым, бауыр, қарында сөздермен өзгерте бастайды. Өз жасөспіріміңіз өзінің атын өзгертуге әрекет жасайды. Өзінің негізгі атынан бөлек көня, яғни лақап аттар ала бастайды. Абдулла, Сифулла, Халид, Хамза, Салахиддин тағы басқа сөздер. Бұл аттардың барлығы ислам тарихында қаһарман қолбасшылардың аттары болып табылады. Алғашқыда бұл есімдер оларды өжет, қайсар әрі батал болуға себеп болса, кейіннен заңсыз әрекеттер жүзеге асыру барысында ешкім танып қоймасын, әсіресе құқық қорғау органдары деген мақсаттағы бір құралға айналады. Бұл да өзінің жасырудың, яғни конспирацияның бір түрі. Киімдерін өзгертуге кіріседі. Спорттық немесе әскери киімдерге әуес бола бастайды. Шалбардың балақтарын қысқартып,
егер спорттық болса, балақтарды бір үнемі ақ ұлтар киюге әрекеттенеді. Кең және суреті жазуы болмаған киімдер, Сауд Арабиясының киімдеріне әуестігі артып, қыз бала болса, киімінің түсін қара түске жиі ауыстыра бастайды. Музыка болмаса, теледидар көруден рок, поп, джаз секілді музыкаларды қоспағанда дәстүрлі патриоттық әндердің өзін тыңдатуды харамға шығарады. Әйелдер ән айтатын жерлерден кетіп қалады. Тек нашидтер, ешқашан музыкалық аспапсыз айтылатын діни әуендер менен такфиршілер тыңдайды. Кейбіреулері бұның өзінен де бас тарта бастайды. Егер балаңыз намаз оқымаса, онда намазды бастайды. Ал оқитын болса, онда үстіне намаздарды көбейте бастайды. Фарз намаздарынан басқа нәпіл намаздарында өте ұзақ әрі тастамай оқиды. Намаздарды ханафи мазхабымен емес, аяқтарымен талдайып, қолдарын көкіректеріне байлап басқаша оқиды. Әйел және еркек намаздарының айырмашылығы болмайды. Егер жамағатпен оқылатын намаздар болса, әмин дұғасын дауыстап, айғайлап айтады. Кей жағдайларда жұма намаздарына мешітке бармайды, себебі мешіттер адал ақшаға салынбаған. Ондағы иманның ақидасы дұрыс емес, оларға ұюға болмайды деген қарсы пікірлерін айтып жатады. Ұлыңыздың, қызыңыздың мінезінде мынандай өзгерістер ене бастайды. Отбасы мүшелермен қарым-қатынасы бұзылады. Алғашқы уақытта кез келген нәрсе үшін сөз таластырып, тез ашуланатын болады. Уақытта өте келе тұйықтық басып, еш нәрсеге зауқы болмайды. Ашылып сөйлеспейді. Туған туыстарымен қатынасын үзіп, туыстары арасында мемлекеттік құқық қорғау органдарына қызмет жасайтын болса, олардан мүлдем араласпайды. Соңында барлық әрекеттерін жасырып, өзі намаз оқып жүрсе де, жалған сөйлей бастағанын байқайсыз. Компьютер телефондарына кодтар қойып, рұқсатсыз тиіссеңіз ашуланып, дөрекі сөздер айтуға дейін бар мүмкін. Сіз балаңыздың ғаламторда кіммен отырғанын білесіз бе? Осы жағын ата-ана ретінде де, сынып жетекші ретінде де жиі өзіңізге сауал қоя бастағаныңыз дұрыс. Ақпараттарының алаңында өзгерте бастайды. Телевизор, радио, газет, журнал секілді ақпарат көздерін қарауды қояды. Тек интернет алдындағы өз ұстаздарының діни уағыздарын тыңдап, ислам әлеміндегі болып жатқан қарулы қақтығыстардың видеоларын қарап, оған қатысты жазылған пікірлерді оқумен күн өткізеді. Олар сендерді адастырады немесе жүректеріңе күмән салады деген жалаумен басқа дәстүрлі бағыттағы ұстаздардан немесе дәстүрлі ақпарат көздерінен діни білім алуға тыйым салады. Осының барлығында ара-жігін ажырату үшін діни ұйымдар қандай әрекеттерге барады? Бірінші, отан қорғамау, қолға қару алмау, әскери қызмет өтемеу, яғни өз отанына деген патриотизмнің жоқтығы байқалады. Қан алмасуға, дене ағзаларын алмастыруға, қарсылық танытуға, екпе салғызбауға, мемлекеттік әнұранды айтпай, мемлекеттік елтаңбамен туға құрмет көрсетпеуге. Төртінші, сенбі күндер өздерінің қасиетті күндер, жұмысқа оқуға бармауға. Бесіншісі, спорттық іс-шараларға, қоғамдық істерге атсалыспау және қоғамдағы болып жатқан түрлі жақсы іс-әрекеттерге кері жүре бастайды. Дәстүрлі діни емес ағымдар мен салт дәстүрлерге өзінің ашық түрде қарсылығын білдіреді. Жалған сенімге қалай қарсы тұра аламыз? Дәстүрлі дін жағынан алғанда жалпы түсінік қалыптастырып, жүйелі білім береміз. Салт дәстүр, әдет ғұрып, тарих жайлы кеңінен балаларға тәрбие береміз. Үшінші, жалған сенімсіз сайттардан білім алмаймыз. Бір жақты көзқараспен кетіп қалмаудың жолына түсеміз. Үнемі ата-ана мен ұстаздармен және дін өкілдеріменен жиі кеңес жүргізіп отырамыз. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, дінге бас ұрып жүріп, біз оның теріс жағына түсіп кетпеуіміз керек деп өзінің халықтың алдындағы үндеуінде айтқан болатын.